Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сәлеметсіз апай. Үш сыныпта классқа жаңадан оқушылар келді. 2 оқушы келді. Біріншісі бұл Конан, танысып қойыңдар, және де Итачи. Өздерің енді қоңырауды арқайын танысып ала бересіңдер. Ендеше біз сабағымызды бастайық. Алдыңғы сабақта мен сендерге сөздік жаттап келдім деген болатым. Ендеше кімнен бірінші сұрасақ болады? Так. Давай, Обито тұр. Какашидің көзінің цветі қандай? Ой, апай, қара ғой, қара. Көзім жақсы көреді, мен білемін ғой мен. Ой, миғла десе, мен саған ағылшынша айт деп жатырмын. Ой, блядь. Ой, апай, боқтамаңыз. Класста қыздар бар, адамдар бар дегенде біраз ұят қылып. Ой, мешок, мен саған бләк деп жатырмын. Қараның орысшасы, ағылшыншасы бләк. Адам миын шатастырып біттің ғой. Ой, миғла десе, отыр 2. Ой, апай, отырсам екі қоятын болсаңыз, тұрып тұра берейін да. Ей, тыныш отырыңдар. Ей, Ли. Пейіннің шашы қандай түс? Ағылшынша айт жаңағыдай, қуып отпанады. Оранж ғой. О, молодец, саған 5. Оу, ес десеңізші, апай. Ой, тыныш отыр. Апай, неткен сұлу едіңіз? Жігітіңіз бар ма? Ой, тыныш отыр, Жерая. Ой, үлкендермен қалай сөйлесесің? Ұят болады ғой, мектепте отырмыз ғой бізде. Мынау болмайды екен. Одан диктант жазамыз қазір. Бәрің жинаңдар, 2 беттерін алыңдар. Ал бастаймыз, ал не істесеңдер. My father. 2 hours later. My mother. Ой, апай, мен қалып кеттім. Қайда қалып кеттің? Үйдегілердің бәрі тойға кетіп қалды, мен қалып кеттім. Ой, не дейді мынау? Ей, тыныш отырыңдар, кәне диктанттарың жазып беріңдер, тез тапсырыңдар. Ой, қазір 2 алып отырасыңдар, сөйтіп жаза алмай, мен бұны қоса алмай, ой. Сөйтіп әдемісі деп 5 қойдырып аласыңдар, ай, ұялмағырлар. Апай, осы сіздің есіміңіз кім? Менің есімім сүйкімді ба, әдемі. Пейн, мен әдемі ба? Ой, Конан, сенен аса әдемі қыз жоқ қой. Қойшым ба? Апай, неткен әдемі едіңіз? Рахмет. Ой, апай, атыңызды айтып отырмын. Нарытүкі? Ой, не болды, Хината? Мен тоңғы отырмын. Мені жылтасың ба? Ой, Хината, мен саған пеш емеспін ғой жылтатын. Ой, мейлі сабақта бітті, қоңырауда соқты. Осы сабақтың бәрін дұрысты сабақ өтеміз ба десе, диктанттарыңды алып кетемін кәз. Жинап беріңдер бәрің. Сөйтіп шыға беріңдер. Қоңырау соқты. Так, жазыңдар ма? Жазып болыңдар ма, тез тапсырыңдар. Так. Ей, кім не істеп тұр? Ей, ұялмайсыңдар ма? Ой, мыналар не істеп тұр? Ұялмай мектептің ішінде. Басқа шығып кеттіңдер ғой тіпті. Ұялмай, кіп-кішкентай болып не істеп жүрсіңдер, Құрттайларға не үйретіп жатсыңдар, өздерінің құрттайларға, Ой, апай, соны сізден үйрендік қой. Ей, тыныш отыр. Ей, тез тапсыра беріңдер, қоңырау болды, шығыңдар тез. Келесі сабаққа дайындалып келіңдер. Конан. Ей, не болды? Осыдан кейін қандай сабақ еді? Дене ғой, дене. Рахмет. Онда жүр, шыға берексіз, қоңырау болды ғой. Жүр, бірге барайық. Ну, жақсы. Ой, ағай, бүгін емес қол. Короче, тыныш. Короче, осы залдан 10 рет жүгіресіңдер ал. Бауымды байлап алайын, бауым шешіліп кетті, ішім ауырып кетті, тышып қайтайын дегендер болмайды ал. Ондай жоқ ал. Ой, ағай, тауықпайып қалақпас. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Сізді 1 минутқа бола ма? Қазір. Короче, күте тұрыңдар, біраз болмаса жүгіре беріңдер, қазір келем мен. Қақпасы апайларыңмен сөйлесіп қайтайын қазір. Қойыңызшы ағай, тыныш тұрыңдар қазір келем.
Короче, балдар бәрің 5 круг жүгіресіңдер. Қыздар да 5 круг жүгіресіңдер. Ой, ара келсек бола ма? Келсейшіш келсек. Не айтып отсың, ондай келіспеймін, мен ақшамаймын. Ой, точно ма, ағай? Қақпас баппайдың номерін берсемше. Короче, қыздар жүгірмей ақ қойсын, балдар өзі 3 круг жүгіріп бере салар. Үшін қыздар мен кабинетіме келе салыңдар кәз. Жігіттер үшін ағайдың осал тұсы бар деп ойламаппын. Қақпас апай деп түсіп бергенде жігіт доп жоқ болған жаман болды. Енді осылай тұра береміз бе? Бүткіл үлкен мектепте бір доп жоқ деген ұят қана. Іш пісіп кетті ғой, ана жақта ана төртеуі не істеп тұр аналар. Оны қойшы, пойнт кешесен не істедің сабақта, ұялмайсыңдар, араларыңда не бар Конанмен, Сен, ұялмай мектепте не істеп отырсыңдар, ой қойдыңдар жігіттер, арамызда әзірше ештеңе жоқ, онда қазір жігіттермен Конанмен сөйлесіп қайтайын, сабақ бітейін деп отыр. Сәлем қыздар еке, қалайсыңдар? Конан, сенмен сөйлесіп, Конан, бүгін кеш болып кетті ғой, бірге қайтсақ қалай қарайсың, сен апарып тастаймын үйіңе? Мейлі, бірге қайтайық. Мен өзім де ойланып қорқып тұрып едім. Жақсы онда. Өзі қоңырау болайын деп тұр, не қылса шыға бересің ғой, сыртта күтем сені. Жақсы. Ой, Конан, өте әдем болып кетіпсің. Ой, қойшы соны, қараңғыда мені көріп айтып жатсың ба? Ой, жоқ, бағана көріп айтып отырмын. Сені саған қарасам көзімді алмай қараймын ғой. Ой, не дейсің? Романтикпін дейсіз? Мен романтик емеспін. Сүйемін бірақ. Қой деймін. Тіпті әнші екенсің ғой сен. Сен болсаң наушник керек емес шығар маған. Ой, сенімен күнде бірге қайту керек сияқты ғой, ішім піспайды ғой. Ішім піспайды сияқты ғой, сенімен бірге қайтсам. Пейн, не істейміз? Алдымызда кілең зомбилар көйіп кетті ғой, алдымызда зомби скелеттер. Ой, Конан, қорықпа, мен сені қорғаймын, қазір бәрін айыр жіберем, ойымдама. Бәріне күшің жете ма? Ой, конечно, қорықпасай, сен қазір қара. Ой, Пейн, сен өте күшті екенсің ғой. В общем, 8 қырлы бір сырлап аламын десе. Ой, конечно. Ой, жаңбыр жауып кетті ғой. Ой, үстім су болып деймін. Ой, Конан, менің үйім осы жерде, жақын жерде, тез менің үйіме барайықшы. А то сен қазір салқындап қаласың. Жақсы. Конан, мен саған бір сөзді айтқым келеді. Ұзақ ойланып, толғанып, саған айта алмай келем. Өтініш, менің қызым боласың ба? Міне саған кольцо. Мен сені қатты сүйемін. Ой, кешір Пейн. Но мен Итачи сүйемін.